Әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы бидай мен қаңбақ. Мысал. Шығарма авторы Асқар Тоқмағамбетов. Оқу мақсаты шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен мазмұндау. Жұмбақ шешейік. Ұзын мұртты сарылар. Қойнында наны бар. Бұл не? Біз нанды осы өсімдіктен аламыз. Шеңбер жасап өседі, желмен бірге көшеді. Бұл не? Шешіп көр. Шеше алмасаң, үлкендерден көмек сұра. Суретке назар аудар. Мынау суреттегі бидай деп аталады. Бидай дәнді дақыл. Ол далада күн көзімен, жаңбыр суымен өсетін өсімдік. Бидайды диірменге тартып ұн етеміз. Ұннан нан пісіреміз. Ал мынау қаңбақ. Ол да өсімдік. Биіктігі 15-60 сантиметрге дейін жетеді. Сабағы түбінен бастап бұтақтанған, дөңгелене өсетін өсімдік. Бұтағы өте қалың болады, және тікенегі де көп болады. Жапырағы таспа пішіндес кезектесі орналасқан. Бірақ тамыры әлсіз, сондықтан үзіліп түседі де желмен бірге домалай береді. Оны түйе сүйсініп жейді. Бүгінгі біздің мысал тақырыбымыз бидай мен қаңбақ деп аталады. Қазір осы екі өсімдіктің айтысын тыңдаймыз. Мысал дегеніміз жануарлардың, өсімдіктердің бейнесінде айтылады. Онда жануарлар да, өсімдіктер де сөйлей алады ғой. Ол жерде өсімдіктердің және жануарлардың кейпімен адам бойындағы кемшіліктер сыналады. Қазір біздер бидай мен қаңбақ бойында қандай жақсы қасиеттер мен қандай кемшіліктер бар екен, соны аңғаратын боламыз. Тыңда. Оқулығыңды ашып, мысалды менімен бірге жүргізіп оқи отыр. Екпін түсіре оқимыз. Бидай мен қаңбақ. Мысал. Өзі қаңбақ болсын, онда қандай салмақ болсын. Тұрақтай алмай тегістікке, тірелді бір күні егістікке. Дауыспен былай тіл қатты. Сен осы бидаймысың? Бидаймын. Ақыл айтсам тыңдаймысың? Тыңдаймын. Осы қай тұрысың? Жүрмейсің, көрмейсің, кезбейсің. Не бар, не жоқты да сезбейсің. Көктемде шығып, күз болса бұғып, бастарың салбырап, тұрғандарың маужырап. Ей, қаңбақ, деді бидай, қанасына сыймай. Ашып айтсақ дұрысын, осы қай жүрісің? Белгілі тұрағың жоқ, бас түгіл, құлағың жоқ. Уф десе ұшасың, сүф десе қонасың. Қаңғырған қаңбақсың, кімге тұлға болмақсың? Күні мен түні шарыңды жел біліп, қонарыңды сай біліп, сайран салып жүргенің. Ал біздің жиғанымыз дән, айналамыз толған ән. Абырой да, даңқ та, ерлік те, жеңіс те, барлығы осы егісте. Бидайдың сөзі осымен бітті. Қаңбақ жөніне зытты. Дұрысын айтқан бидай ма? Қаңбақ па? Оны өздерің салмақта. Мысал мазмұнын 2-3 рет қайталап оқып шық. Содан соң мына сұрақтарға жауап жаз. Онда қандай салмақ болсын?
Бұнда не туралы айтылған? Бұл не? Көктемде шығып, күз болса бұғып. Бұл не екен? Көктемде шығады екен, күз болса басы салбырап бұғады екен. Не себепті басын бұғады екен? Бұл не екен? Уф десе ұшасың, сүф десе қонасың. Ал бұл не екен? Жиғанымыз дән, айналамыз толған ән. Бұны не деп ойлайсың? Шарыңды жел біліп, қонарыңды сай біліп, сайран салып жүргенің. Бұл не екен? Абырой да, даңқ та, ерлік те, жеңіс те, барлығы осы егісте. Ал бұл не екен? Тауып көр, жауабыңды толық жаз. Қалай ойлайсың? Бидайдың сөзі осымен бітті. Қаңбақ жөніне зытты. Қаңбақ неге жөніне зытты? Неге тағы бидаймен айтыспады? Ойланып көр. Одан соң қаңбақ туралы шығарған менің қорытындыма қарашы. Мен қаңбақты мақтаншақ дедім, өтірікші, тұрақсыз дедім. Ал сен бидай туралы не жазар едің? Бидайды қандай деп ойлайсың? Ойыңды жүйелеп, 3 дөңгелектің ішіне жаз.